Ассалаумағалейкум, қазақтарым. Мына умрамен қазаққа баратын турфирмаларға құдайдан қорықпай құтырып кетті, халықты алдап, шірк кейтіріп. Бұлар қазір алдап жатыр халықты. Егер умраға баратын болсаңдар, Дубайды аралатамыз, Абу-Дабиді аралатамыз, не Стамбулды аралатамыз деп. Қызыл теңізге апарамыз, яхтаға мен қыдыртамыз, суға түсіреміз деп. Сақ болыңдар, қазақтарым. Бұл ақымақтарға, шайтанның құлдарына ермеңдер. Егер мүмкіндік болса, өздерің барыңдар. Мысалы, біз өзіміз барғалы жатырмыз, Алла жазса. Дәл сол ақшаға беретін біз семьямызбен бірге 17 күнге барғалы жатырмыз. Алла жазса. Неге дейсіздер ғой? Егер солай демаламыз, Дубайды қыдырамыз, Стамбулды қыдырамыз деп ойласаңдар, онда Алла тағала ниеттеріңді қабыл етпей тастауы мүмкін. Онда жай ғана турист ретінде барып қыдырып қайтқан сияқты боласыңдар, Меккеге, Мединаға барып. Сондықтан да егер барғыларың келсе, ақшаларыңды жинап өздерің барыңдар. Менің видеоларым бар, сайтым бар, umra.kz деген. Соларда айтқам мен, қалай бару керек екенін, барлық құпиялардың, барлық секреттерін бәрін айтқам мен. Қалай бару керек, қалай да түсу керек, қалай істеу керек екенін бәрін, қалай виза жасау керек, қалай отельді бронировать ету керек, бәрін түсіндіріп айтқан. Сондықтан да бұл турфирмаларға барушы болмаңдар, бұлармен бірге. Сақ болыңдар, шіргізіп, ақымақ болып, турист болып қайтып келесіңдер, ешқандай сауап жинамай. Сондай-ақ мына алаяқ мошенник турфирмалар қыз-келіншектерге умраға жүріңдер деп жатыр. Умраға баруға болмайды, күйеуіңсіз, жаныңда еркек болмаса, махрам болмаса. Ол харам болып шығады. Барғандарың қаншама ақшаларын шашып, уақыттарını кетіріп, бір тиындық сауап жинамай, қайтадан қайтып келесіңдер, турист болып. Сондықтан да жандарыңда еркек болу керек, махрам. Онсыз баруға болмайды. Турфирмаларға сенбеңдер оларға. Егер қыдырғыларың кеп бара жатса, онда бірінші умра жасаңдар, одан кейін жеке қыдырыңдар.